Өзіңе жақсы көрген нәрсені біреуге жақсы көре алсақ, онда иманның кемеліне жетті дегені да бұл. Тек осылай ғана қоғам өзгереді. Қоғам басқаша ешқашан өзгермейді. Оны құр арман болады. Ол құр арман. Отбасылар өзінің лайықты дәрежесінде өзгере алмайды. Бала тәрбиесі болсын, жаңағы күллі нәрселер қоғамдағы кез келген сала ешқашан жөнделе алмайды. Ол нәрсе елші күллі жерде сүйіктірек болмаса. Міне қашан осы нәрсеге Алла Тағала жеткізсе біреуімізді, сол кезде Алла Тағала Жебірейілді шақырады екен да. Жебірейілге айтады екен: «Я Жебірейіл, инни ухиббу фуланан» дейді екен Алла Тағала. Бағанағы уәдемен айт оларға: маған ілесіңдер, сонда Алла сендерді жақсы көреді деген аятта. Жебірейіл, мен пәленшені сүйдім, қараңыз, енді сен де сүй оны дейді. Сонда Жебірейіл оны сүйеді дейді. Ол Алланың рұқсатынсыз сүймейді. Сосын Жебірейіл бұл бұйрықты 7 қабат аспанға жариялайды. Ахлуссама, Раббыларың пәленшені сүйді, мен де сүйдім, сендер де сүйіңдер дегенде бүкіл 7 қабат аспан сүйеді. Сөйтіп сол махаббат тудағу фил арды, жердің бетіне түседі де, жердің бетінде жақсылар оны сүйеді дегендей нәрселер. Сондықтан Алла Тағаланың махаббатына бөлену үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірімізде, жүрегімізде ең сүйікті болу керек. Осы нәрсені Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін.